Саламатсыздарбы құрметті біздің YouTube арнамыздың оқырмандары. Біздің жаңа атларды үйренуге арналған мобильді қосымшамыздың келесі жаңа сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біздің қарастыратынымыз күнделік бөлімінің архитектурасы немесе құрылымы деп аталады. Күнделік бөлімінің құрылымын қарастыратын болсақ, алдыңғы сабақтарымызда айтқанымыздай, күнделік бөлімінде студенттің тапсырған тапсырмаларының бағалары шығып тұратын болады. Видеода көрініп тұрғандай, оның әрбірінің коды және визуалды түрде көрінісі бейнеленген. Ал енді келесі бағдарламалық бетті көрсететін болсақ, бұл бағдарламаның құрылымы, яғни біз қай күнді таңдаймыз, сол күндер, аптаның 7 күні, аптадағы 7 күндегі күндер дүйсенбі, бейсенбі, сәрсенбі, сейсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі деген сынаяқты күндер тұр. Ал астында сол күндердегі бағалар, яғни дүйсенбі күні қай сабақтан қандай балл алды, сейсенбі күні қай сабақтан қандай балл алды, сәрсенбі күні қай сабақтан қандай балл алды, бейсенбі күні қай сабақтан қандай балл алды, және жұма күні қай сабақтан қандай баға алғаны шығып тұратын болады. Ал бізде сенбі, жексенбі күндері ол демалыс күндері болып есептелінеді. Сіздер қарасаңыздар, 6 күнді күнестеп, 1, 3, 5 күндері сабақ немесе 2, 4, 6 күндері сабақ деп бүйтіп учебный центрдік сияқты 3 күнне бүйтіп істеуге де болады, 6 күн істеуге де болады, 7 күнге бөліп қоюға да болады. Сіздің қалауыңыз, біздің неміз 5 күндік болып табылады программамыз. Бұл бағдарламаның соңы осымен бітті. Ал енді бағдарламаны визуалды түрде жүргізіп көрейік, немесе интерфейсті көрейік, қалай болады. Кодта көрінгендей кодтағы күндер мен бағаларды көру үшін біз спиннер қолданған болатынбыз. Бұл жерде біз күндерді пайдаланамыз. Мысалы, күнделік бірінші күні дүйсенбі күні мынандай болған, вторник күні мынандай баға қойылды деп бағалар жазылған болатын. Осыны біз спиннер бағдарламасы арқылы қосқан болатынбыз күндерді, яғни көру үшін. Сонымен қатар біз сенбі, жексенбі күндерін демалыс күндері жасаған болатынбыз. Сондықтан бізде кодта сенбі, жексенбі бүгін демалыс деп шығатын болады. Мінекей біздің жасаған приложениеміз дәл осылай көрінетін болады. Бізде ең алдымен күнделікте дүйсенбі күні тұрады. Мысалы, бүгінгі күніміз бізде жұма немесе бейсенбі болатын болса, сол күнді басып, сол күнгі бізге қойылған бағаларды көре алатын боламыз. Және де міне бізде бағана айтылғандай сенбі, жексенбі күндері демалыс күні жасаған боламыз. Сондықтан бұл жерде бүгін демалыс деген тұрады, яғни баға мүлде болмайды бұл бөліктерде.
болса лайк басып подписаться етуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.